Мына пингвиннің басқа пингвиндерге қосылмай, теңізге қарай емес, құрлықтағы тауға қарай бет алғаны желі қолданушыларын таң қалдырды. Вернер Херцог бұл құбылысты өлім маршы дейді. Дегенмен символикалық тұрғыдан бұл көріністі жігер беретін, болмаса жалғыздықты көрсететін жағдай деп әртүрлі балама беріп жатқан адамдар бар. Табиғатта мұндай ауытқулар болып тұрады. Дегенмен бұл саналы адамды қатты толғандырды. Расымен топқа қосылмай, жалғыз кеткен пингвин қоғамдағы түрлі жағдайды еске түсіреді. Мысалы, айқай-сүренге толы, айтыс-тартысқа толы, көбік ауыз сөзге толы қоғамға ілесіп, көп жағдайда келісіп, сол көшке еріп кететін адамдар бар. Кейде қоғам тек айыпталушы емес, жәбірленуші тарапты да айыптап кетеді. Әсіресе әлеуметтік желіде hate speech, яғни ғадауат айтып талқылайтын пікірлер өте көп. Мысалы, Шымкентте 11 қаңтар күні кешкі уақытта 21 жастағы Нұрай Серікбай Жерхан Аймаханның қолынан қаза болды. Бұл іс қазіргі кезде қоғамда қызу талқыланып жатыр. Жақында жәбірленуші тараптың адвокаты Аянхан Омаров марқұм Нұрай Серікбайдың ар-намысына және қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, әдепсіз, қорлайтын пікір жазған желі қолданушысының үстінен 131 бап, яғни қорлау айыбы бойынша арыз түсіргендерін мәлімдеді. 8 ақпан 2026 жылы Руслан Өтепбайдың YouTube арнасында Шымкенттік Нұрай Серікбайдың қазасы деген тақырыпта бейнеролик жарияланған. Сол бейнероликтің астындағы комментарийде өзін Макс Сет Минбаев деп тіркеген желі қолданушы Нұрайдың қадір-қасиетін төмендететін, қадір-қасиетін қорлайтын, әртүрлі лапыт сөздер араластырған теріс комментарийлер жазған. Осы бойынша құқық қорғау органдарына аталған тұлғаны анықтап, оны қылмыстық кодекстің 131 бабына сәйкес, яғни қорлау бабымен қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы арыз жолдадым. Естеріңізге сала кетейін, қазіргі таңда әлеуметтік желі ол отырып алып, аузына келгенді айтып, кез келген тақырыпта әңгіме қозғайтын ол ондай жер емес. Кез келген желі қолданушыны анықтауға болады. Өйткені бәріңіз білесіздер, әлеуметтік желіге тіркелу үшін ұялы телефон номері арқылы SMS верификациядан міндетті түрде өткізіледі. Сол себепті айтарым, Нұрай Серікбай қаза болғанмен оның аты қорлануға тиіс емес, және ол заңмен қорғалады. Жұрт неліктен көптің пікіріне қосылып, кейбір жағдайда жәбірленуші тарапты да айыптап, қылмыстық іске қатысы жоқ тақырыптарды талқылап кетеді. Редакциямыздың тілшілері Орталық Азия психоанализ институтының директоры, психоаналитик Анна Құдияровамен осы мәселе жайлы сұхбаттасты. Сонда Зигмунд Фрейдтің айтқаны жеке психология бар, одан кейін топтық психология бар. Сол топтық психологияның ішіндегі сіз айтып жатқан бір нюанс, топқа қосылғанда жеке тұлға, ол жеке тұлға болмай қалады. Жеке адам, аты бар, айдар, жайдар болмай қалады да, ол тек сол топтың мүшесі болып қалады. Біз дегеннің бір бөлігі болып қалады. Ең оның жақсы айқын көрінісі футболдың жанкүйерлері. Футболға барғанда, стадионға барғанда, сіздер білесіздер, көбі бақырады, шулайды, төбелеседі, өлтіруге дайын болып қалады. Сол кезде сол батыстың, енді кәдімгі батыстың зерттеушілері, олар зерттеу жүргізген. Ішінде неше түрлі профессор бар, ішінде неше түрлі бай адамдар бар, ішінде кедей адамдар да бар, ішінде оқымаған адамдар бар. Сонда ана бұқаралық топқа түсіп кеткенде, адам өзін жеке тұлға ретінде, индивидуум ретінде жоғалтады да, тек ана көпшілік қайда кетіп баратыр, соның ішіне кетеді. Кейде жарайды, енді көпшілік дегенде, мысалы, метроны алайық. Сізге ұнай ма, сізге ұнамай ма, көпшілік былай кетсе, сіз соның ішінде кетіп қаласыз ғой. Сол көпшіліктің ішінде жеке шығып, жеке тұрамын, мен айдармын, мен жайдармын деп айту өте қиын болып қалады. Ал бірақ сол өзін жеке тұлға ретінде сезінетін адамдар, сол бұқаралық топтық
жерлерге жиі бармайды. Олар өте сирек барады. Мгм. Ал ана өзінің ішіндегі мен деген адамдар жеке тұрады. Ол бәрібір жеке тұлға. Ал сол мен деген нәрсесі аз адамдар, сол жаңағы футболға да барады, алаңға да барады, неше түрлі бір митинг, оның жағымды митингі бар, жағымсыз митинг бар, соның ішіне кіріп кете береді. Мұз айдынға мысалы барады, мұз айдында да төбелесіп қалатын кездері болады. Сондықтан қазір енді әлеуметтік желілер шулап атқан кезде, сол өзінің мені бар адам, байқасаңыз, олар сирек жазады. Не дегенде өзінің мені бар адам өзін сақтайды. Айқай-шудан, оттан, мұздай судан. Мысалы, неше түрлі біздің алаңда, Алматы қаласында көпшілік тойлар болады ғой. Сондай адамдар бармайды. Не дегенде, мүмкін ол жерде қатерлі бірдемелер бола ма, ол жерде жағымды жағымсыз нәрсе бар ма. Одан да мен шетте тұрайын, айтқым келсе, өзімнің инстаграмда, өзімнің фейсбугында айтатын ойымды айтап. Ана жерде көптің болғандықтан ол белгісіз, ол менің ойым ба, ол көпшіліктің ойым ба. Сондықтан мысалы бәрі қаралап, Бишімбаевты қараладық кезінде. Оған шынымен де дәлел бар енді. Қандай адам болмасын, басқа екінші адамды өлтірдің ба, онда сен жаман адамсың. Не дегенде сен адамның өмірін алдың, сен оған өмір берген жоқсың. Ал сонда бейсаналы түрде, мысалы өмірді беретін, жалпы алатын болсаң, бүкіл дүние жүзіне, өмірді беретін Құдай. Ал сен алдыңда ол өмірді алып ұстадың, сонда сен өзіңді Құдайдан да жоғары қойдың ба? Ол бізде психоанализде, мысалы, нарциссизм деген тақырып. Сонда кейбір адам топқа неге барады осындай? Көпшілікке неге барады? Мен Құдайдан да жоғарымын. Мен мына сол айттым оңға деп, қазір мына 100 адамды, 5000 адамды оңға бұрып жіберем деп, кейде шынымен де ол микрофон бар ма, микрофон жақ па? Не дегенде ол сол топқа не керек? Соны сезеді, интуициясы жоғары. Өзі оған сене ме, сенбей ме, ол басқа мәселе. Бірақ мына жерде топты 5000 адамды бір ай алып кетем деп, айтатын сөзді дер кезінде айтады. Нужное слово, в нужное время деген психоанализде бізде тағы да бір қағида бар. Міне сол адамдар, сол керек кезінде керек сөзді айтып қалады да, сонымен ана топтың бір көсемі болып шығады ғой. Ал енді жаман екен. Болды, Салтанат жаман деп айтты ма, көпшілікті алып кетті де, болды, Салтанат жаман деп айтып кетті. Емсе тағы да біз бәріміз қайғырып жатырмыз енді. 16 жастағы бүлдіршін қыршын кетті деп жылап жатсақ, ол хулиган. Ол қалпақ деп айтты. Қарақалпақ екінші сорт адам, сондай болып кетті ғой. Сонда өзіне деген сыйластық жоқ. Өзін сол бірінші сорт адам деп сезіне алмайтын адамдар соған ілесіп кетеді. Міне, көрдіңіз ба? Басқа біреуді ұрғанда, мынау адамдар топтық психологияның қасиеті сонда. Өзін жоғары санайды. Мысалы, неге көп еркектер, абьюзер еркектер әйелді ұрады? Әйелді ұрғанда әйел әлсіз ғой дене жағынан. Ол жығылады. Физикалық заң бойынша әйел төмен, а еркек тұр ғой, оны ұрып тұр, теуіп тұр. Сонда көрдіңіз ба? Психологиялық күші аз адам, эмоциялық күші аз адам, мысалы, дене күшімен, жұдырық күшімен өзін жоғары көтерді. Ал мысалы, әйел мүмкін нәзік шығар. Ол жіңішке бір сөзді айтты да, сөзбен жеңіп тастады. Сонда сөзбен жеңіп орнына, эмоциялық жеңіске жетудің орнына көп адам жұдырықтың күшіне келеді. Сонда сол жұдырықтың күшіне сенген адам, өзін өзі сыйламайтын адам, өзін 5-6 төмен санайтын адам, сол топтық мүшелерге жеке топтың бір мүшесі болады. Мысалы, бір айқын көрініс, бізді тыңдап отқан адамдар. Мысалы, көп қазақтар мен кабинетіме келгенде, не бір жалпы тегін вебинарларда сұраймын ғой. Дәл қазір не сезініп отырсыз? Сонда не айтады? Біздің ойымыз бойынша. Мен жеке, мысалы, адамнан сұрақтым ғой, жеке сіздің қандай сезіміңіз қазір осы жерде, осы сәтте? Біздің ойымызша деп. Сонда көнді біз деген, онда мен дегені жоқ, ішкі я дегені жоқ та, сонда біз деп кетеді. Біз дегеніміз ол бірнеше адам, 5 адам ба, 5000 адам ба, сонда ол соның бір бөлігі болады. Мысалы, кеңестік кезінде бізде сондай психология болды. Сен жеке тұлға емессің, сен жалпы кеңес елінің, совет елінің бір кішкентай ғана бөлігісің. Винтик большой советской маховине деген. Сол біздің қазақтың психологиясымен екеуі тұтас келіп қалды. Қазақтар да көбіне мен деп айтпа, біз деп айт.
сонда байқасаңыз, білмеймін, сіз де қазақша жазатын журналист, байқаңыз өзіңіздің мәтіндеріңіз. Сіз біз деп жазасыз ба? А сонда сізге сенім хатты неше мың адам берді? Біз деп айту үшін. Біз деп айту үшін, мысалы, Францияның патшасы, Ресейдің патшасы, олар мы, царь всея Руси, белый и малый деп айтқан. Не дегенде ол жалпы бүкіл халықтың, бүкіл елдің атынан сөйлеген. Ал президенттер өйтпейді. Президент өзі жеке, президенттің елі ол жеке. Сондықтан осы психологиялық мәселе, сіздің сұрақтарыңыздың барлығы ол тұнып тұрған психология. Ал енді соған келіп болсақ, онда бізде психологиялық сауаттылықты дамыту керек. Дәл қазір, мысалы, сол психологиялық сауаттылықты дамыту, психологтарды көтеру, керісінше түсіру деген қазір бір заң шығып жатыр, жоба шығып жатыр, оған да қосылып кетуге болатын шығар. Мен қазір сол әлеуметтік желілерді оқысам, көп адам психологияны бүйтіп жатыр. Ана психолог мынандай, мына психолог мынандай, ойбай психологтар байып кетті, ойбай психологтарды тоқтату керек, ойбай психологтар барлығы өтірік психолог. Сонда соны жазып жатқан психологтар емес қой. Жақсы психолог болу үшін, жақсы психоаналитик болу үшін неше мың ақша кетеді, неше мың сағат кетеді, қанша ішкі қуат кетеді, оны білмей жатыр. Тек сыртынан, мен ойлаймын, бейсаналы түрде ол депутат бола ма, басқа адамдар бола ма, қазір әлеуметтік желіден, білмеймін, енді бұл басқа тақырып шығар. Ол енді ол да бір бірақ қоғамның пікірі. Енді сізден сұрағым келіп отыр, қоғам әрқашан әйтеуір бір кінәлі адамды іздеуге тырысады, төреші болуға тырысады. Қарапайым өзім бірге жұмыс істейтін адамдардан бірдеңені талқылайын десем, міндетті түрде бір аттан қалаш дейтін біреу болу керек дейді. Әйтеу тіпті жәбірленуші тараптың өзіне сөйтіп айтып жатады. Бұның қаупі қандай сіздің ойыңызша? Қоғам болып сондай топқа ілесіп кетуді? Сіздің қазір айтып жатқан адамдарыңыз бес саусақты көре алмай тұр. Олар бір саусақты көреді, немесе мына саусақты көреді. Сондықтан біздің жаңа психологиялық мәдениет жетіспейтін, біз бес саусақты білеміз. Жарайды, Шерзат мысалы 16 жасар жасөспірім боқтаса боқтаған шығар. Ол бәрі шындық қой. Бірақ кім рұқсат берді оның өмірін алуға? Неге оны біреу басқа біреу өлтіру керек екен? Ол басқа саусақтар ғой, ол басқа нюанс қой. Сонда мына саусақтың бәрін тығып қояды да, ол қарақалпақ болды, ол жаман адам. А сонда не, біз қазақ болсақ бәрі қарақалпақты өлтіруіміз керек пе? Ол сондай болып шығып тұр ғой. Мынау қалпақ, оны өлтірейік, онда басқа қарақалпақтың бәрін өлтірейік. Онда көрдіңіз бе, сол адамдар бейбітшілікті іздеп жатқан жоқ, олар соғысты іздеп жатыр. Сонда ішіне келсек, сіз айтқан адамдардың барлығы олар жеке тұлға емес, мен басында айттым. Олар іштей наразы адамдар. Іштегі наразылық әкесіне қарсы, әкесі маскүнем, шешесіне қарсы, ақша таппайды, үйде отырады. Сондықтан қазір киетін Адидас жоқ, қолына ұстайтын телефон жоқ. Ол наразылықты енді әкесіне, шешесіне айта алмайды. Әкесі ұрып тастайды, шешесі бақырып тастайды. Онда көшеге шығу керек та, ана Шерзатты өлтіру керек, Салтанатты өлтіру керек. Іштегі наразылықты әйтеуір бір жерге қара бояуды шығару керек. Мысалы, ол психологиялық дәретхана десек болады. Біз бәріміз іштегі керек емес нәрсені шығару үшін әжетханаға баруымыз керек. Енді жаңағы алаңға шыққан әлеуметтік желі, ол да алаң ғой. Әлеуметтік желіге шығып қара бояуды шығарғандар, осы бәрібір эмоциялық туалетті іздеген адамдар. Сонда мен тағы да айтайын. Сонда әлеуметтік желіде эмоциялық туалет іздегенше, психоанализ орталығына бізге келсейші, сөйлесейші, неге әкеге қарсы, неге президентке қарсысың, неге Салтанаттың өліміне қуанып атсың, неге Бишімбаевты жақтап атсың. Соны жеке кабинетте отырып, немесе өзінің үйінде отырып, неге ұжымда отырып, соның бәрін ақылға, санаға салып зерттесе, жақсы жағы да бар әр адамның, жаман жағы да бар әр адамның. Ол кісілер өзін тоқтататын еді. Бірақ ондай ойлану қазірше олардың мұршасы жоқ. Білімі жетіспейді, өмірлік тәжірибесі жетіспейді. Қоршаған ортасы сондай, жалпы мәдениеттің деңгейі төмен болып тұр. Ал сол біз жалпы мәдениеттің деңгейін көтерсек, оның ішінде психологиялық мәдениетті көтерсек, мүмкін сонда әрбір адамда, біз Қазақстанда бар жоқ 20 миллион адамбыз ғой. Эмпатия деген нәрсені, эмпатия деген бір қабілетті біз өнім ретінде шығаруымыз керек. Эмпатия дегеніміз басқа адамның ішіне кіріп, сол адамның жанында не болып жатыр, қандай сезімдер, қандай ойлар. Сол адамның көзімен өзіме қарау, сол адамның құлағымен өзіме қарау. Сонда ғана мысалы жұмыс істеуге
Сол эмпатияны қазір әрбір адамның жанына кіргізсек, сіз айтқан толпа, сіз айтқан топ болмайтын еді. Әрбір адам әрбір сөзіне ойланып, жауапкершілікпен қарайтын еді.